Қысқасын айтқанда, өлуге жаздадым. Сейсенбі күні мен кухняда чай ішіп YouTube қарап отырдым. YouTube маған ұнайды. YouTube'дағы видеолар мені қызықтырды. Жылатты, күлдіртті, мұңайтқызды, тағы да күлдіртті. Күліп жатқан кезде мен ішіп жатқан чайымнан қақалып қалдым. Ауа жұта алмадым, сөйлей алмадым, сообщение жаза алмадым. Конкретно өлейін деп тұрдым в общем. Бір кезде бәрі қойды. Мен қуандым. Сол үшін тағы да бір ақ чай ішіп жібердім. Негізі мен қорықтым. Ата көз өмірі үшін күресіп өлімді жеңіп шықтым ғой. Мен телефонымнан ойын ойнадым. Ойындағы кейіпкерім бірнеше рет өле берді. Маған бұл ұнамады. Ойынның маңызды сәтінде мен телефоным зәрескісі өліп қалды. Бұл какой-то белгі екенін түсіндім. Бірақ оны ойлауға ерініп тұрмын. Сондықтан да мен телефонымды зәртке қояйын деп тұрдым. Қойып жатқан кезде мені тоқпен мықты тоғырды. До того мықты, что даже мен жерде жатып көп уақыт бойы дәлелдеп жаттым. Осы мәселелерден кейін мен бір нәрсе түсіндім. Маған көз тиді. Бірдеңе қылу керек. Срочно. YouTube'да мен сондай жағдайда не істеу керек деп сұрадым. Дым таба алмадым. Жақсы, досымнан сұрауды шештім. Досыма бардым. Ол маған чай ішейік деді. Қой жоқ, тағы да сол жағдайды қайталағым келмейді. Мен оған маған не болып жатқанын айттым. Ол бәрін түсініп, саған көмектесем деді. Бірақ ең алдымен мусор төгіп қайт деді. Ал ол кезде далада жаңбыр жауды. Мен қоқыс төктім. Сол кезде мен найзағай ұрды. Мен досыма оралдым. Ол маған күлді. Мен оған мыжымай тез маған көмектесші дедім. Ол күлуді тоқтатты. Сосын мені жүгіретін площадкаға әкелді. Неге әкелді екен? Ол маған жүгір деді. Себебі спорт денсаулық кепілі деген. Не деген кеңестер, а? Мен оған неше круг жүгірейін деп сұрадым. Ол маған 10 деді. Мынауың ауырады ғой? Мен оған қуасың ба дедім. Ол маған сен жүгіресің деді. Что-то ол менің басқа мағынада түсіп қалды. Біз екеуміз қырылдық. Мен одан қаштым. Ол менен қашты. Сөйтіп жүріп жүгіруді келістім. Бірақ уже жүгірейін деп жатқанда дыхалкам жетпей талып қалдым. Ұйқыдан ояндым. Бұның бәрі түс екен ғой. Сөйтіп жүріп бөлмеме досым келді. Дәріні іш деді. Жоқ, бұл түс емес екен. Мен дәріні іштім. Бәрі нормально болды. Мықты. Мен досымнан мынау не дәрі деп сұрадым. Ол маған білмеймін, столдың үстінде тұр екен деп айтты. Бірақ столдың үстінде әлсіздіретін дәрі болды ғой. Мен тағы да ұйықтап қалдым. Сөйтіп сондай жағдай күнде бола берді. Біресе қабаған иттер менің артымнан жүгіреді, біресе самолет құлайды. Біресе мен құлаймын, біресе байқамай маған снайпермен ат жібереді. Ой, кешіріңіз, сізге емес, бұлай тұрасыз ба? Ештеңе етпес, жүре беремін мен. Біресе Майнкрафттан крипер жарады. Ол вообще басқа тема ғой. В общем, мен не істемесем де всегда өліп қалуға жазап жатырмын. Менде басқа амал қалмады. Мен үйге дәрігерді шақырдым. Ол маған күлді. Мен оны үйден шығардым. Менде тағы басқа амал бар. Бәрін қайтадан бастау керекпін. Мен өзіме чай құйдым, іштім. YouTube қарадым. Маған дым болмады. Ура! Қысқасын айтқанда, өлуге жаздадым.